Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Бүгін сіздермен осындай этностильдегі жеңінде қошқар мүйізі оюы салынған мамыр кардиганымен таныстырып өткім келеді. Ең бірінші сіздерге осындай оюлы, жеңінде оюы бар кардиганды көрсетіп кеткім келеді. Бұл менің алғашқы оюмен тоқылған қазақи нақыштағы кардигандарымның бірі деп айтсам болады. Бұл кезге дейін мен сары түсте кардиган тоққан болатынмын. Қазақи нақышта артына өзім шашпау бейнесін салып, соны тапсырысқа тоқыған болатынмын. Дәл осы кардиганға келетін болсақ, қараңыздар, оюында осындай қошқар мүйіз, қазақтың қошқар мүйіз оюы бар. Бұл менің өзіме және қызыма тоқылған отбасылық кардиган деп айтуға болады. Бұның алдында мен қою көк түсте тоқыған болатынмын. Оны сатылымға шығарған кезде жақсы сұранысты алып кеткен болатын. Өте қатты ұнаған үлгілердің бірі. Осы мен қателеспесем, екі рет тапсырысқа тоқыған болатынмын. Кейінгілерін өзіме осындай ашық көк түсте тоқып алдым. Менде шеберлік сабақ бар, ақылы түрде, бағасы 2000 теңге, аламын десеңіздер, менің жекеме шықсаңыздар болады. Экранда қалдырып кетемін, Instagram парақшамды немесе WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Үлкен өлшемде, яғни өзіме тоқылған кардиганды көрсете кетейін. Бірінші, барлығын толық сыйдыру мүмкін емес. Енді бұның ұзындығы 60 см, ал кеңдігі 120 см құрайды, яғни оверсайз үлгідегі кардиган. Міне, мен бұл жерге бірінші түйме орнатамын деп ойлаған болатынмын. Одан кейін тоқу барысында осындай бау жасаған келді. Қазір баумен өте актуалды болып жатыр киімдер. Бұл түймені кейін алып тастайтын боламын, яғни бұл менде көктемге арналған. Бұл жерде ярнард джинс плюс жібі қолданды. Мақта және акрил, 50% мақта, жартылай акрил жібі. Менде барлығы осындай мақта жібінен көбірек тоқимын қазіргі уақытта. Міне осындай баумен әдемі бантик етіп байлап киюге болады. Келесі кезекте кішкентай қыз балаға арналған үлгісі, міне кардиган. Қараңыздар, бұл жерде оюы сәл кішірек. Жаңа өзімізге тоққанға қарағанда бұл жерде айырмашылығы осы оюы сәл кішірек. Әрине алатын ілмек санында аздау болады. Енді бұл кішкентай қыз бала болғаннан кейін түйме орнататын боламын. Енді балалар өздері түймелеп алғанға ыңғайлы, себебі бауды көбі байлай бермейді, байлай алмайды. Сол себепті кейін көктем мезгілі келген кезде түйме орнататын боламын. Мен өзімдікін күз мезгілінде бір рет қана киіп үлгердім, одан кейін күн салқындап, енді көктемде киетін боламыз. Бөліскім келген ақпаратым осы. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыз.